Бүгін өзекті мәселе алып погрузчиктер туралы әңгіме айтамыз. Армысың азаматтар, сіздермен бірге бір көлік каналы. Бүгінгі талқыда спецтехника, погрузчик LF300К атты техниканы талқылаймыз. Бұл техника менің қарамағымда 2013 жылдан бері, то есть 7 жыл маған қызмет етуде. Енді басты кемшіліктеріне келетін болсақ, коробканың түбі төмен орналасқан. Себебі бұл коробка 3 кубтық погрузчиктің коробкасы. Керемет күш беру үшін осылай орналастырылған. Планировка істеген кезде үлкен тастарды ортасына қалып қоймауға тырысу керек. Негізі ортасына түскен үлкен тас астындағы төмен тұрған коробканың түбін кесіп кетуі мүмкін. Қыстың аязды күндерінде шлангылары жарылуы мүмкін. Кабинаның ішінде мотордың дауысы шығып тұрады. Ол үшін шумоизоляция істеуге болады. Дөңгелектері қымбат тұрады. Бір дөңгелек құны 160-200 мың теңгеге дейін барады. Жақсы дөңгелек 4-5 жыл жүріс береді. Бұл техника жаңадан мінген адамдар шошынып қалуы мүмкін. Неге десеңіз, дөңге қырға көтерілгенде жылдамдығы азая бастайды. Оны сезген оператор погрузчикке не болды деп үрейлене түседі. Тағы бір айтатын жайт, бұл белі соғуы мүмкін. Бел туралы артынан әңгіме етерміз. Комментарий қалдырып жаза кетіңіз. Сіздің бір ауыз сөзіңіз маған қанат беретін, ұмытпаңыз. Мен ана тілімді құрметтеймін. Сізді қызықтыратын көліктер болса жаза отырыңыз. Міндетті түрде жауап беремін. Бағанағы жоғарыда айтып кеткендей, бұл техника 2013 жылы пойыздың эшелонынан жаңа қалпында өзім сатып алдым. Сол кездегі бағасы $38.500 тұрды. Сол 2013 жылдан бері миллиондаған табыс әкелді. Өз құнын бір жылдың ішінде ақтап шығарды. Мен өзім оператор отырғызып, үлкен мекемеде жұмыс атқарамын. LF300К турбина мотор орналасқан. Уақытында майын ауыстырып, 250-300 мотосағатта фильтрлерімен қоса ауыстырып отырсаңыз, сізге ұзақ қызмет ететініне мен сенімдімін. Бұл темір ғой. Темірде тіл болмайды. Майлап қарап күтпесеңіз, күнде тоқтайды. Сол үшін де аса күтім керек. Қытайдың техникасы комфорт жағынан нашар болса да, қосалқы бөлшектері қол жетімді, қолайлы бағада, жайлылығында, салыстырмалы жағдайда Европаның да, Американың да техникасынан кем түспейді. Ал енді артықшылықтарын айтатын болсақ, артықшылығы жетерлік, өте қолайлы да төзімді. Мен 7 жылда аккумулятор айырбастамадым. Ремень вентилятордың айырбастаған жоқпын. Гидравликасы мықты келеді. Талай батпаққа батқан КамАЗдарды, китайстерді шығарғанын көрдім. Бұл погрузчикте джойстик орналастырған. Бір саусақпен жұмыс істеуге болады. Тағы бір айта кететіні, кейде түтіндеуі де мүмкін. Бұндай кезде форсункаларын алып тазалап салып отыру қажет. Сол кезде аппаратураға зақым келмейді. Аппаратура бұзылса 90 мың шығын кіруі мүмкін. Бұл погрузчикте кондиционер орнатылған. Жазды күндері салқын кабинада отырып жұмыс істеп рахат сезініп отыруға болады. Жоғарыда айтылғандай, сіздерге жаңалығым бар дегенге сая мынандай жауап бермекпін. Мен 7 жылдан соң бір капремонт істейін, дұрыстап қарайын деп техникамды түгелдей қолымнан келгенше бұзғызып, қайрадан жинатудамын. Сол бұзғызып сырлаймын, краскалаймын деп жатқан кезде капотты алып жатып, капоттың жұлқылап тартып алған ғой. Сол кезде капоттың ішінде стартерге баратын ВК орналасқан.
капотқа бекітілген. Соған қарамай жұлқылап тартқылағанда жаңағы ВК-ның ішінен шыққан 3 провод, 4 провод үзілген. Оны ешкім байқамаған. Барын жинап, сырлап, краскалап болғаннан кейін техниканы оталдырайын десеңіз, оталмайды, тоқ жоқ. Мына жерде капотты сырлау қалғанда кейбір электр сымдарын үзіп алғанға ұқсайды. Техника оталмай тұр, тоқ жоқ. Соны таба алмай бас қатуда. Бірақ сол жоғарыда капотқа ВК деген беки деп айттым ғой, сол ВК капотты алған уақытта қайта жұлқылап тартып 3 сымды қиып үзіп алған. Соны тауып міне жалғайын деп жатырмыз. Бұл 3 провод основной, ең күрделі де өтетін основной проводтың жанына барып беки деген, бекиінде қосымша сымдармен, сым емес, қосымша клипсы еңдай. Клипсилармен беки деген. Сол 3 сымды жалғағаннан кейін техника оталды. Ол 3 сымның өзі көрінбейді. Бұл шланг, бұл сымдар бір-біріне замыкание бермес үшін әр сым шлангының ішіне кіргізілген. Пластмассовый шлангы. Пластмассовый шлангы көмегінен бұл ешқашан бір-біріне замыкание бермейді. Міне соларды тауып, соларды қайрадан жалғау үстіндеміз. Сырттай қарасаңыз бәрі де бүтін секілді. Бір-бірін тартылап бос жатқанын көресіз. Бауырлар, келесі видеоны өткізіп алмас үшін тіркеліп алыңыз каналға. Мен берген ақпаратым ұнап жатса лайк басып, комментарий жазыңыз. Маған мотивация беріңіз. Жоғарыда айтылғандай сізге сыйлық астындағы сілтемені алып. Тағы да бір айта кететін жай, бұл погрузчиктің белі соғуы мүмкін деген сөзім болған. Сол бел соғып мазаларыңызды алып жүре алмай жүрсеңіздер, хабарласыңыздар, комментарий жазыңыздар. Әр қазақ менің жалғызым. Қай жерде болмаңыз, мен сізге жауап беремін. Керек болса, барып та көмектесемін. Мен бұл видеом сізге көмек береді деп ойлаймын. Түсінбеген жерлеріңізді түсініп аласыз деп ойлаймын. Және де техниканы, погрузчикті өз қолыңызбен қалай сырлап, краскалап, жаңартып алуға болады екенін де көрсете аламын. Жай ғана өзіңіз-ақ краскалап, өзіңіз-ақ жаңартып аласыз. Жап-жаңа техника жүргендей болып өзіңіз сезінесіз. Сіздің де қолыңыздан келетініне мен сенімдімін. Ешкімнің көмегінсіз-ақ, ешкімге қол жаймай-ақ өзіңіз істеп аласыз. Қош болыңыз, бауырым.